Сәлеметсіз бе? Сіз тарих апталығы басталған туралы білесіз бе? Иә, білемін. Онда сұрақ-жауапқа жауап берейік. Қазақ хандығын құрған тұлғалар. Жәнібек пен Керей. Жеті жарғы заңының авторы. Тәуке. Қазақ АКСР-ның алғашқы астанасы. Алматы. Ұлттық валютаның айналымға енгеніне неше жыл? Так, 93-те болса 30 жыл. 1992 жылы наурызда Қазақстан Республикасы мүшелікке енген ұйым. 10. Шет елде Теменовтың Көшпелілер фильмі қандай атпен шықты? Қазір. Монгол. Абылай ханның бала кезіндегі лақабаты? Сабалақ. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен бейбітшілік қаласы атанған қала. Астана. Алашорда астанасы болған қала. Семей. 17-18 ғасырда Қазақ хандығына қауіп төндірген. Жоңғар. Кіші жүздің Ресейге қосылуын жүзеге асырған хан? Әбілқайыр. Оян қазақ авторы. Міржақып Дулатұлы. Қазақ хандығының астанасы? Орынбор. Қазақ хандығын құрған тұлғалар. Қазақ хандығын Керей мен Жәнібек. Жеті жарғы заңының авторы. Тәуке хан. Қазақ АКСР-ның алғашқы астанасы. Қызылорда шығар. Ұлттық валютаның айналымға енгеніне неше жыл? Так, биыл 30. Абылай ханның бала кезіндегі лақабаты. Сабалақ. Қазақстан Республикасының туының авторы. Шәкен Ниязбеков. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен бейбітшілік қаласы атанған қала. Астана. Қазақ хандығын құрған тұлғалар. Керей мен Жәнібек құрды Қазақ хандығын. Жеті жарғы заңының авторы. Тәуке хан. Қазақ АКСР-ның алғашқы астанасы. Верный. Шет елде Теменовтың Көшпенділер фильмі қандай атақпен шықты? Номад. Қазақстан Республикасы туының авторы. Шәкен Ниязбеков. Қайсы дұрыс емес? Что-то...